Бүгін телефонға шолу. Телефон таңдаған кезде адамдар бағасын өте қатты қарайды. Сондықтан да мынау телефон өте көп адамға ұнайды деп ойлаймын. Бұл Redmi Note 9. Бүгінгі басты жауап беретін сұрағымыз, неге мен бұрынғы өзімнің Oppo A5s'тен бұдан сәл немесе екі есе қымбаттау Xiaomi Redmi Note 9-ға көшу керекпін. Мынау 60 мың теңге тұратын телефон. Қазір 50 мың теңге тұратын шығар. Мынау 100 мың теңгеден астам тұратын телефон. Неге мен екі есе қымбатырақ телефонға көшу керекпін? Сен Oppo ұстадың ба, Xiaomi ұстадың ба, бренді бұлай ерекше бір сезім бермейді. Кез келген адамды қызықтыратын ол телефонның камерасы. Тексеріп көрейік. Мынау Oppo A5s'тің камерасы мынандай. Мынау Redmi 9-дың камерасы. Oppo, Redmi, Oppo. Телефондардың негізгі камерасына сурет түсіріп көрдік. Мынау Redmi'ге түсірген сурет, мынау Oppo'ға түсірілген сурет. Айырмашылығын өздеріңіз көріңіздер. Redmi'дің параметрларына кіретін болсақ, келесі сандарды көреміз. Негізгі аты Redmi Note 9S. Оперативная память бізде 4 гигабайт. Өзінің ішкі памяті бізде 64 гигабайт. Процессор бізде 8 ядерлы, 2.32 ГГц. Телефонды қолданған кезде оның қуаттылығы ұзаққа жеткені өте маңызды. Мысалға, Oppo'ны сіз толығымен қуаттасаңыз, 5-6 сағат белсенді қолдануға болады. Ал Redmi'ді толығымен қуаттасаңыз, 12 сағатқа дейін белсенді қолдануға болады. Оған қоса, Redmi'де Type-C зарядтау порталы болғандықтан тез зарядтау мүмкіншілігі бар. Бұл әрине үлкен плюс. Бірақ салқын жерде, суық жерде кез келген батарея тез отыратынын ұмытпайық. Сонымен қорытынды. Егер сізде 50-60 мың теңгелік мынаған ұқсайтын, Oppo'ға ұқсайтын телефоныңыз болса, Redmi телефонына үстінен тағы 50-60 мың теңге қосып ауысу тұрарлық па, тұрарлық емес па? Менің жеке пікірім тұрарлық. Сіз 100 мың теңге төлегеннен кейін нені аласыз? Тез қуаттайтын тәсілі бар телефон, ұзақ қашықтайтын батарея, үлкенірек экран, ол өте маңызды. Десек те тым үлкен емес, қалтаға салған кезде. Ыңғайлы. 4 камера бар мұнда. Камераның суретке түсіру қабілеті өте жақсы. Және тағы да басқа қызықты нәрселер, дизайны жаңарақ дегендей, арты жылтырақ дегендей. Сондықтан да 100 мың теңгеге мынау телефонды алу менің ойымша тұрарлық. Сонымен, осымен аяқтаймыз. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз, лайк басамыз, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Тағы да қызықты контент алда болады. Қош сау!